Дәріс тақырыбы құстардың терморегуляциялық ерекшеліктері. Дәріс жоспары: химиялық терморегуляция, физикалық терморегуляция, терморегуляция онтогенезі. Мынау алдарыңызда әртүрлі құстардың қауырсын ерекшеліктері, жылу алмасу ерекшеліктері. Мынау қыс кезіндегі мысалға торғай тәрізділердің қауырсынның қалың болатындығы. Мынау үлкен көкшімшіктің қыстағы қауырсынның әртүрлі жағдайын көрсетілген. Гомотерм жануарларға жататын болғандықтан құстардың дене температурасы тұрақты және жоғары болады. Құстардың орташа температурасы 41 градус, кейде 38 пен 43,5 градус аралығында болады. Температураның ауытқып тұруы құстардың түрлі қимыл қозғалысына байланысты. Ересек құстарда температура біршама тұрақты болады. Қоршаған орта температурасы көтерілген жағдайда дене температурасы көтеріледі. Неғұрлым қоршаған ортаның температурасы мысалы 20-50 градус болса, дене температурасы 2 градусқа ғана көтеріледі. Шөлді аймақта мекен ететін құстар сол ортаға бейімделген бойынан ылғалды аз бөледі. Сол арқылы қалыпты тіршілік етеді. Құстардың дене температурасының өзгеруі ағзада жүретін процестерге байланысты болады. Құстар жер шарының әртүрлі климаттық жағдайында мекен етеді. Жылу реттелу екі химиялық, физикалық жолмен реттеледі. Химиялық жолмен реттелуде дене температурасының жоғары әрі тұрақты болуы құстарда жылу болу арқылы жүретін тотығу реакциясына жоғары деңгейде өтуімен реттеледі. Десе де әртүрлі құстарда жылу реттелу мүмкіндігінің негізгі критерийі жыл бойы тұрақты болып қалмайды. Жылу өнімдері мен химиялық жолмен реттелу деңгейінің маусымдық өзгерістерінің түршілік экологиялық жағдайларына тәуелді және қоршаған орта температурасының режиміне маусымдық алмасуы бейімделудің формалары бірі болып табылады. Осындай маусымдық өзгерістердің негізгі алмасу деңгейінің өзгеруі жатады. Ол көптеген торғай тәрізділерде қыста біршама төмен. Осыдан жаз кезінде метаболизмнің артуы түсінікті. Бұл кезде құстардың белсенді тіршілік етуімен байланысты болуы. Ал қыс айларында алмасу деңгейінің шамалы төмендеуі қиын кезеңде энергетикалық тепе-теңдікті үнемді ұстап тұру үшін маңызды. Десе де кейбір тәжірибелерде қыста метаболизм деңгейінің жоғары болатыны тіркелген. Бұл акклиматизацияның алғашқы сатыларының көрінісін еске түсіреді. Қыс кезінде химиялық жолмен жылу реттелудің деңгейінің біршама жоғары болуы бұл процестердің энергетикасын қамтамасыз ететін бейімдеушілікті талап етеді. Бұндай бейімдеушілік мысалға суық аймақта қыстайтын құстардың денесінің маусымдық май жиналуы болып табылады. Май қоры тәулік бойынша өзгереді. Күндіз қарқынды түрде молаяды, түнде жұмсалады. Осылармен қатар құстардың қалқанша безінің белсенділігі маусымдық өзгеру байқалған. Ол энергетикалық алмасуды реттеумен байланысты болады. Құстарда физикалық жолмен жылу реттелудің қауырсынның жамылғысының реакциясы маңызды рөл атқарады. Оның жылу сақтау механизміне әсері әртүрлі құрылымдық қауырсын тобының орналасуы құстар денесінің айналасында біршама ауаны ұстап тұруға мүмкіндік береді. Ол жылудың берілуіне және дене температурасын ұстап тұратын энергетикалық шығын деңгейінің төмендеуіне жағдай жасайды. Мысалға майда құстарда салыстырмалы жылу беру өте жоғары. Ауа қабатының қалыңдығы салыстырмалы түрде жоғары болады. Қоңыржай және суық аймақтарда қыстайтын құстардың қауырсындардың маусымдық қалыңдығы мен құрылымының өзгерісі орын алады. Олар қыс кезінде жылу сақтауды қасиеттерін жоғарылататындығы анықталады. Қауырсын жамылғысының құрамы мен жылу сақтаудағы осындай өзгерістер географиялық масштабта белгілі. Климаты қатал аймақта мекендейтін құстардың қауырсындары қалың, жылу сақтау қасиеті жоғары. Ал ашық ландшафтта мекендейтін құстардың қауырсындары өте тығыз. Өйткені бұл жағдайларда жылу алмасуға жел өте ықпал етеді. Орманды аймақтарда құстардың қауырсындануы әдетте бос болады. Жоғарыда айтылған қауырсын жамылғысының организмдердің жылу сақтау жалпы деңгейін білдіретін тұрақты қасиетін анықтайды. Қауырсындарды үрпию деңгейі құстардың белсенділігі мен қоршаған орта температурасына байланысты өзгереді. Мысалға, ауа температурасы 40 градустан асқан ұяда отырған құстардың арқа қауырсыны көтеріліп, организмді қысып кетуден сақтайтын әрдайым бақылауымызға болады. Жоғары температура әсерінен орта әсерінің жылу тепе-теңдігін сақтауға бағытталған негізгі бейімдеушілік жылу берудің күшеюінің әртүрлі механизмімен жүзеге асады. Олардың ішінде ең маңыздыларының бірі ылғалды буландыру қарқындылығы. Құстарда тері бездерінің болмағанымен әртүрлі ылғалдылықты тері арқылы буландыратыны белгілі. Мысалға, алдарыңызда мына құстың тыныс алу жүйесі, кеңірдек өкпе, ауа қапшықтары бұл дене салқындатудан маңызды рөл атқарады.
Десе де жылу реттеудің ылғалы булану арқылы жүзеге асуы ауыз қуысы жоғары тыныс алу жолдарындағы ауа желдету арқылы жүзеге асады. Ол тыныс алу жиілігінің артуы немесе мойынның төменгі жағындағы терінің ерекше тербелмелі қозғалысымен орындалады. Ылғал бөлу арқылы жылу реттелу ыстық және құрғақ шөлде мекендейтін құстарда қоңыржай және ылғалды биотоптарда мекендейтіндерге қарағанда айқын байқалады, біршама тиімді. Физикалық жолмен жылу реттелу механизмінің жиынтығына қан тамырларда жатады. Қан тамыр арқылы реттелу орта температурасының жоғарылауына не төмендеуіне бейімделушілік болып табылады. Бірінші жағдайда терісінің бетіне қарай орналасқан тамырлар кеңейеді, сыртқа жылу берілу күшейеді. Екінші жағдайда үстіңгі қан тамыр тарылады, астыңғы орналасқан кеңейеді. Бұл кезде организмде жылу жиналу мүмкіндігі болады. Жылу реттелуде дене қауырсындарының учаскелерінде маңызы жоғары. Бұл жерлерде жылу бөліну қарқыны түрде жүреді. Мысалға, тауық тәріздерінің басындағы айдар жалаңаш, қан тамыр көп болғаны белгілі. Бұл жерде температура дене температурасымен салыстырғанда төмен әрі өзгермелі болады. Құстарда жылу берудің реттелуі артқы аяқтарының қауырсынданбаған бөлімдері арқылы жүзеге асады. Мұндағы қан ағысының қарқындылығы өзгеруі арқылы жылу берудің реттелуі әртүрлі экологиялық топтарда түрліше жүреді. Мысалы, алдарыңызда тұрған құтанның аяғы суда тұрған кезде қарап отырсақ, артериялық және веналық қан тамырлары бір-бірімен оратылып орналасады. Соның арқасында мысалы 40 градус температура келетін болса, қан сыға төменге қарай түскен кезде ол 10 градусқа дейін төмендейді. Ал түбіне барып қайтатында да ол 5 градусқа дейін төмендейді. Ал В бағытындағы қан тамырда 38 градус болады. Яғни бұл жерде А бағытындағы қан тамырдағы жылу өзінің бойындағы жылуды бірден қайтып келе жатқан қан тамырға беріп, қанның тамырындағы қанның жылуына әсер етеді. Осылайша саусағының ұшындағы температура төмен болып, құстың сыртқа бөліп шығаратын жылуы азаяды. Сондай-ақ әрі қарай жалғастыратын болсақ, құстарда жылу алмасу реттеуінің морфофизиологиялық механизмдері онтогенезден бірде пайда болмайды. Олардың қалыптасуы организмнің жалпы дамуына байланысты. Осыған орай тиімді жылу реттелуінің пайда болуы онтогенезі әртүрлілерінде әртүрлі жүреді. Мысалға, қызылшақа балапанда жұмыртқадан шыққан соң біраз уақыт жылу алмасу реттелу қабілеті болмайды. Олардың организмде зат алмасу қарқындылығы, осыған сәйкес дене температурасы сыртқы орта температурасына тәуелді болады. Бұл жағынан ол пойкеліктердің жануарлар сияқты. Химиялық жолмен жылу реттелудің пайда болуы, яғни гомокетерінділікке өтуі әртүрлерінде әртүрлі жүреді. Зат алмасудың жалпы артуымен жүзеге асады. Химиялық жолмен жылу реттелудің пайда болуы мерзімі осы өртендің ұядағы даму ұзақтығына сәйкес келеді. Көптеген торғай тәріздерде жылу реттелу 8-12 тәулікте қалыптасады. Ашық ұяда құстарда бұл ертерек қалыптасады. Физикалық жолмен жылу реттелу қызылшақа балапанның ұялау кезеңінің аяғында жұмыс жасай бастайды. Мысалға, торғай тәріздерде қоңыржай аймақта 713 тәулікте, ал тырналарда бірінші күннен бастап пайда болады. Ширақ балапандарда жылу реттелудің қабілеті жұмыртқадан шыға салысымен ол гомокетерінділікке бірнеше сағаттан 2 тәулік аралығында жүзеге асады. Тағы бір заңдылық, Бергман ережесі бойынша температура өзгеруіне байланысты жылыған жануарларда дене температурасы өзгеретін заңдылық бар. Бұл заңдылықта, яғни салқын аймақта тіршілік ететін жануарлардың денесі ірі болады. Бұл денесі ірі болған жағдайда жылу жоғалту азаяды. Мысалға, бұл сүтқоректілердің 50%-да, мысалға ағаю сияқты жануарларда, ақ құстарда 80% сақталған. Мысалға, мынау алдарыңызда император пингвині және Галапагос пингвиндері денесінің үлкен болуы арқылы денедегі жылу сақтай алады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.